Тек прокуратураның араласуымен ғана облыс әкімдігі мен жергілікті әкімдіктерге тапсырмалар беріліп, тиісті шаралар жүргізілуде. Дегенмен, Назарбаев пен Астана даңғылдарының қиылысында орналасқан бағдаршам жұмысы адам өмірі мен денсаулығына қауіп төндіруде. Осыған орай бағдаршамның жұмысын талаптарға сәйкестендіру үшін полиция қалалық әкімдікке 6 мәрте ұсыныс пен нұсқамалар жолдаған. Алайда аталған бағдаршам жұмысы бүгінгі күнге дейін әлі ретке келтірілмеуде. Салдарынан аталған қиылыста 21 жол көлік оқиғасы орын алып, 6 азамат дене жарақаттарын алған. Бізбен қала көшелеріндегі жол қауіпсіздігі орын алатын кедергілер, қалыптасатын кептелістердің орын алу себептері зерделенді. Адам өлімімен аяқталған жол көлік оқиғаларының 45-і қала аудан ішілік көшелерде жасалса, 35-і Еуропа, Батыс Қытай, Батыс Еуропа халықаралық дәлізінде орын алған. Құқықтық статистика комитетімен қылмыстылық картасы аналитикалық жүйесі қосылған. Алайда бұл жүйе профилактика іс-шаралар жүргізу барысында уәкілетті және құқық қорғау органдарымен қолданылмайтынын көрсетті. Сондықтан көше жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету кезінде қылмыстың картасын пайдалану арқылы қауіпті аймақтарды анықтап, сәйкесінше іс-шаралар белгілеуді қажет. Адам өлімімен ұштасқан жол көлік оқиғаларының басым көпшілігі Қызылорда облысының батыс жақ бөлігінде жыл сайын өсуде. Оның басты себебі Қызылорда Ақтөбе бағытындағы бөлігі екі жолақты болуы.